Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен семіз оттың қандай ауруларға пайдалы екенін сіздермен бөлісейін деп отырмын. Семіз от негізі ас қорытуды жақсартады, құрамындағы жасуының ішектің жұмысын белсендендіреді, іш қатудың алдын алады, қан қысымын реттейді, иммунитетті күшейтеді. Бұны көбінесе апаларымыз, аталарымыз, қазір көп адамның проблемасы ғой, іш қату, үлкен жастағылардан кішкентай балдарға дейін. Бұл негізі жастаңдамайды, үлкенге де, кішіге де, даже кішкентай балдарға да беруге болады. Қараңыздар, бұны дәл осылай қайшылап алып, кептіріп, бұны 2-3 күн кептіріп, сонымен құрғатып, пакетке салып қойсаңыз, өте қысымен ішсеңіз өте жақсы пайдасын береді бұл. Ішектерді өте нормаға келтіріп реттейді. Қараңыздар, бұны сосын мен өзім огородтан тамырымен жұлып алдым. Тамырымен жұлып алып, бірден 2 сағатқа қойып қойдым күнжуаққа. Сөйтіп қойып қойғаннан кейін дәл осылай болды. Бұны негізі 2 суткаға қойсаңыз құрғақ болады. Бұл анда неге дегенде семіз от. Бұл бірден құрғап қалмайды. Бірден солып та қалмайды. Қараңыздар, осылай дәл майдалаймыз. Пышақпен бір 10 шақты жерінен майдалап кесіп алдық. Сонымен негізі банкаға салу керек, 1,5 литрлік банкаға. Менде осындай 1,5 литрлік бакал. Бакалға толтырып, осылай үстінен су құямыз. Сөйтіп, 1,5 сағатқа дымдап қоямыз. Уже болды, шамалы суды бұл. Сосын менде келіге, дәл осы сіздерде келі болмаса табаққа салыңыздар. Келіге марлені қойып, сүзіп аламыз. Бұны сүзіп алғандан кейін бір жарты пиалайдай суыны төгіп тастаймыз. Неге дегенде бізге кәдімгі мына келіні беймарал істетуге мүмкіндік болады. Қараңыздар, қазір мен жақсы істетіліп жатқан жоқ. Енді мына суын төгіп тастағаннан кейін әдемі істетіледі. Бұны қазір мен дайындап жатқаным іш қатып қалғанға істеп жатырмын. Көбінесе үйде апаларымыз, аталарымыз іш қатып қалса, дәл осыны істеп беріңіздер. Геморройдан құтылады осыны неғысы. Қараңыздар, мені дайын болды. Қып-қызыл шиенің компоттары болады ғой. Кілястың тура сондай болады. Бұны жаңағы оттарды алып тастағаннан кейін дәл осындай болды. Негізі бұл семіз оттан салаттар да дайындайды. Әдем болады негізі. Ал дәмі өте керемет. Ешқандай жағымсыз реакция жоқ. Ем болсын.